Сәлеметсіздер ме? Мен Зыклина Сымбат Жұмабайқызы Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімімін. Сіздерді өз тәжірибемді зерттеу аясында жасаған постеріммен таныстырғым келеді. Менің зерттеуімнің тақырыбы қалыптастырушы бағалаудың әдістері мен стратегияларын оқушылардың өзіндік реттеу дағдыларын дамытуға қолдану. Зерттеудің мақсаты өзін-өзі реттейтін оқытуды дамытуға бағытталған әдістерді қолдану әсерін бағалау, сабақ барысында зерттеу жүргізіп, оқушылардың біліміне сапалы талдау жасау, өзін-өзі басқару дағдыларын дамыту бойынша мұғалімдердің қызметін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу. Зерттеу объектісі ретінде Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің 11-ші сынып оқушылары таңдалды. Және зерттеу 2020-21 оқу жылдарында жүргізілді. Сабақтарды ұйымдастыру формасы қашықтықтан оқыту жағдайында Microsoft Teams ортасында онлайн жүргізілді. Зерттеу сұрақтары келесі сұрақтарды қамтиды. Жалпы зерттеуді бастаған кезде біз өзімізге өзіндік реттеу дағдыларын қалай дамытуға болады? Өзіндік реттеу дағдыларын дамыту үшін қандай әдістерді қолдану керек? Бұл әдістер қаншалықты тиімді деген сұрақтарды қойдық. Зерттеудің әдістері ретінде сауалнама нәтижелерін талдау, видео сабақтарды бақылау, оқушылардың білім нәтижелерін талдауды жүзеге асырдық. Сауалнама нәтижелерін қараған кезде оқушылардың 47% қашықтықтан оқытудың ыңғайлы түрі ретінде көрсеткендігін анықтадық. Және де сонымен бірге оқушылардың 53% қашықтықтан оқытуға қарсы болды, немесе қашықтықтан оқытуды ішінара қолдануды жақтады. Бұл оқушылар өз жауаптарын оқу материалын өз бетінше меңгеру қажеттілігімен, мұғалімнің үздіксіз кеңестері мен кері байланысының болмауымен негіздеген. Ал қашықтықтан оқуды таңдаған оқушылар мұғалімдер қолданатын оқытудың жаңа әдістері, сабақтағы бейнематериалдарды қарау мүмкіндігі, қажетсіз шу мен алаңдаушылықтың болмауы және тағы басқа жағдайлардың ұнайтындығын жазған болатын. Сонымен бірге оқушылардың 71% қарапайым есепті шешудің жолын іздеуде, 82% қарапайым қорытынды жасау барысында, 79% білімді жаңа жағдайда қолдану барысында қиналатындығын көрсеткен. Осы жағдайларды ескере отырып, Асницкий мен Терешиннің, Пинтричтің зерттеулерінде берілген оқушылардың өзін-өзі реттеу дағдыларының компоненттерін дамыту үшін математика сабағында оқушыларды белсендендірудің келесі әдістері таңдалды. Алдымен әрекет мақсатын ұғыну. Оқушыларды сабақ мақсаты мен бағалау критерийларын таңдауға қатыстыру арқылы жүзеге асады. Екіншіден, әрекеттерді жоспарлау. Бағалау дескрипторларын қорыту арқылы, есептерді шығару кезеңдерін алдын ала жоспарлау арқылы жүзеге асады. Үшіншіден, нәтижені бағалау және түзету. Оқушыларды бағалауға қатыстыру және тиімді кері байланысты қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. Осы әдіснаманы жүзеге асыру барысында онлайн оқыту кезінде түрлі жаңа технологиялар мен жаңа әдістемелер сабақ барысында қолданып, оқушылардың жеке, жұптық, топтық жұмыстары ұйымдастырылды. Зерттеу нәтижелерін қорытындылау үшін оқушылардан кіріспе, аралық және қорытынды бақылау жұмыстары алынды. Соның нәтижесінде төмен нәтижелі жұмыстарды орындаған оқушылардың саны кеміп, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылардың саны артқанын байқап отырмыз. Зерттеу нәтижесінде келесі қорытындылар мен ұсыныстарды жасадық. Бағалау құралдарын құрастыруға қатыстыру оқушылардың өз біліміне жауапкершілігін арттырды. Топтық, жұптық жұмыста коллаборативті орта орнап, коммуникативті дағдылары артты. Бағалау дескрипторларына сүйене отырып, өз пікірін дәйектеуді үйренді. Мұғалімнің қолдауы мен тиімді кері байланысы оқуға деген ынтасына оң әсер етті. Сабақ барысында мынадай ұсыныстарды қолға алуды ұсынамыз. Проблемалық оқыту әдісін қолдану, оқушылардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыру, оқушылардың ынтасын арттыру, оқушыларға академиялық және эмоционалды қолдау көрсету, оқушылардың өз ойын қорытуына назар аудару, саралауды енгізу ұсынылады. Егер осы ұсыныстар жүзеге асатын болса, сіздің оқушыларыңыз өзін-өзі реттеу дағдылары дамыған оқушылар қатарына қосылатынына сенімдіміз. Зерттеу барысында қолданылған әдебиеттер QR код түрінде постерға орналастырылды.
Назарларыңызға рахмет.